Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен бірге Жансая. Бүгін сіздерге мампар сорпасының дайындалу жолын көрсететін боламын. Ең алдымен каналыма тіркеліп, қолдап, қоңырауша белгіні басып қойып ұмытпаңыз. Бізге керекті ет, пияз, картошка, сәбіз. Ыдысымызға 3 ас қасықтай сұйық май құйып, турап алған пияз, картошка, сәбізімізді салып, қуырып аламыз. Кішкене қызарғанша міне осылай қуырып алдық. Енді үстінен томатымызды саламыз. Жарты ас қасық. Егер сіздерде шегілген томат болса, ол да бола береді. Етімізді саламыз. Қуырып аламыз. Дәміне қарай қара бұрыш, тұз саламыз. Араластырып, кішкене қуырылған соң, үстінен суымызды құямыз. Қайнатуға қоямыз. Қайнаған соң, кішкене ғана лавр жапырағын салып, оттың астын паситіп, жай отқа қойып пісіреміз. Енді қамырын дайындаймыз. Бізге керекті бір дана жұмыртқа, үстінен 60 грамдай су және тұз, жарты шай қасықтай. Үстінен ұнымызды саламыз. Қатты қамырғып илейміз. Қамырларыңыз жұмсақ болып қалмасын. Қатты қамыр болса, қамырларыңыз езілмей, әдемі болып, дана-дана болып пісіп шығады. Қойып қоямыз 10 минутқа. 5 минуттан кейін тағы да зуалалап, тағы кішкене қойып барып, осылай қамырды жаямыз. Жұдырықтың көмегімен жайып аламыз алғашқыда. Ұнды сеуіп, сосын оқтаудың көмегімен жаямыз. Жұмсақ қамыр піскен кезінде езіліп, сүйкімсіз болады. Егер қатты қамырғып илейтін болсаңыздар, қамырларыңыз жегенде сүйкімді, әдемі болады. Міне осындай қалыңдықта болады. Міне қараңыздар, қамырым күшті иленгендіктен мышса да ештеңе қылмайды, әдемі болып тұр. Қамырымызды кесеміз қазір. Қамырдың шетін басасыздар, ортасына қолдарыңызды тигізбеңіздер. Қамыр жайғанда қамырдың шетін бассаңыздар, ортасы жұқармайды, шеті ғана жұқарады. Ортасына кішкене ұн сеуіп, қамырымызды кесеміз. Видеом ұнаса, каналымды қолдап, тіркеліп, қоңырауша белгіні басып қойып ұмытпаңыз. Менің каналымның одан ары дамуына септігіңізді тигізіңіз. Осылай майдалап, 4 бұрышты етіп, турап аламыз. Қамыр қатты болғандықтан, міне қараңыздар, шашырап тұрып, кесіліп жатыр. Барлық қамырымызды дәл осылай майдалап 4 бұрышты етіп турап аламыз. Турап алдым. Сорпам қайнап, етім пісті. Енді үстінен жаңағы кесіп алған қамырымызды саламыз. Қозғап, қатты қайнатып алып, жай отқа қоямыз. Піскен кезде кішкене ғана укроп салып, бір бұрқ еткізіп өшіреміз. Каналыма тіркеліп, қоңырауша белгіні басып қойып ұмытпаңыз. Видеоның соңына дейін менімен бірге болып
көргендеріңіз үшін рахмет. Істеп көріңіз. Ең дәмді тамақ ас болсын.